Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгін қыста форель аулаудың қармақтың екі түрін жасауын сіздерге көрсетемін. Лесканы орап алдық. Лесканың қалыңдығы 0,16 болады. Бұл 7 килограммға дейін нені балықты ұстайды. Одан кейін мына стопырын кидіреміз. Мына грузиланың 0,75 граммы жеткілікті. Стопырдан кейін грузила 0,75 грамм кидіреміз. Термоусадка дейді. Мынаны кейбіреулер чупа-чупысын есінде салып атады. Бұл 10 сантиметр осы жеткілікті. Қатты ұзын қажет емес. Соның артынан стопыр кидіреміз қайтадан. Күчөк байлаудың несі әдісі. Екі, үш, төрт рет айландырсақ жеткілікті. Бұны балық ұзып кетемейді. Лесканы тартқан кезде кішкене сулап тартқан дұрыс болады. Потому что леска қызып кетсе, балық леска үзіліп кетеді. Мына қармақ форельдің бірінші қармағы дайын болды. Мынау біз салғанымыз, мынау глубинасын осы немен қоямыз. 10 сантиметр, 15, 20, 30 деп кете береді. Судың астында паста болады. Паста деген судың астында күчөкті көтеріп тұрады. Осылай тұрады судың астында. Мынау біздің бірінші қармақ. Мынау біздің екінші қармақтың жасағанымыз. Бұл ең жеңіл түрі қармақтың. Бұған грузила 1,5, 2 жеткілікті. Оған бірінші грузиланы кигенде екінші стопырын саламыз. Стопырын салып тартамыз. Сіздерге айтқандай күчөкті 5 рет орап, тартқан сол жеткілікті болады. Бұл күчөк сынып кетпесе, үзіліп кетпесе, бірақ мына байлаған нек жібермейді. Кішкене сулаймыз, күчөк жақсылап тартып аламыз. Мынау бізде
екінші қармақ жаңағы мынау біздегі бірінші қармақтың ерекшелігі оның ішінде термоусадкасымен болады. Мына екінші қармақ поводонесінің лескасының өзінде болады. Ең ыңғайлы осы мына екінші қармақтың түрі. Жаңағы мынау сіздер глубинаны осы немен қоя бересіздер. Сіздерге жаңағы екі қармақтың жасауын көрсеттім. Екі қармақта жақсы жұмыс жасайды. Келесі неде сіздерге пасталарды қалай дұрыс қоюы, жаңағы резиновый жаңағы дошжырақ дейді, олар дұрыс қалай салу керектігін келесі видеода сіздерге түсіріп көрсетемін. Комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып қойыңыздар, каналыма подписываться етіп кетіңіздер.